Жалпы Ринат сияқты жігіттер өте аз ғой біздің елде. Өкінішке орай Ринат ағамыз сияқты кісілер өте аз. Митингте де, таяқта жеді. Мынау ескі Қазақстан пик кезінде сондай қатты сөз айтып ел үшін біраз жерге барды да. Сондықтан ондай кісілер алтын, ондайларды біз қолдауымыз керекпіз. Егер ол кісілердің жолында сондай намаз оққан, әлі ислам жүректеріне толық кірмеген кісілер кездесіп жатса, оларға түзелу керек. Шыны керек, мен өзім де ондай адамдармен кездесіп жатам да өмірде. Намаз оқиды, осындай жақсы деп бірдеңе сатып алып жатсаң, немесе бірдеңені істеп жатсаң, алдап кетіп жатады да, содан кейін кішкене көңілің қалады да. Ол таныстар арқылы еще. Таныстар арқылы ол намазхан жақсы жігіт, осыдан барып алсаң алдамайды, сөйтпейді, бүйтпейді деген кісілер алдап кетіп жатқан кезде кішкене көңілің қалып жатады да. Сонда танысын жолып қалған кезде айтасың да, сол ма намазхан деп, сол мақтаған кісің қарағаш алдап жатыр. Алдаған бола ма деп, солай адам болу керек қой деп. Сондықтан 80% деген енді ол процентпен айтқан әңгімесі жартысынан көбі деген сөз ғой. Мысалы 50-60% десе жарты емес та қазіргі заман бойынша. Сондықтан көбі өкінішке орай ол жамандаған емес. Ол егер сырт жақтан біреу сондай деп айтып жатса, значит мұсылман қауымы, жалпы адамдар түзелуге тырысу керек та. Жаңағы Ice Cube'ті мысал келтіріп айтты ғой. Ол Ice Cube мұсылманды қабылдады, мұсылман, бірақ анда-санда қыдырып қояды, жүріп қояды, бір жерге барып қояды. Сол үшін ол мен мұсылманмын деп айтуға ұялам деген сөзінің арты жағында терең ой тұр да. Ол маған қарап, маған Ice Cube'қа қарап, адамдар ислам туралы жаман ойлап кетпесін деп, ол ұялам деп айтады да. Ол оның сөзінің ар жағында өте бір терең нәрсе тұр. Сондықтан ол бәрімізге урок болу керек. Мен Ринат ағамды қолдаймын. Мен де қолдаймын Ринат ағамды. Ринат ағамыз сияқты, Ринат сияқты ер жігіттер, денесі 2 метр арыстан болмаса да жүрегі арыстан болып тұр да оның. Ол кісі деген елін, жерін сүйетін нағыз патриот. Ескі Қазақстанның дүрілдеп тұрған кезінде халық туралы, халықтан мұңы туралы жеткізіп жүрген ер азамат. Қазір де байқадыңыздар, ана депутат болып отырып, басқалар сияқты ақшасын алып тыныш отыра берейік деп жатқан жоқ. Өз жалғыз күресіп жатыр. Ислам туралы айтқан сөзіне келетін болсақ, шыны керек, бүткіл намаз оқитын бауыр қарындастарымызға айтатыным, түзелу керек, тәрбиелі болу керек. Өйткені көптеген намаз оқитын бауырларымыз исламды тек намазбен, ораза деп қана ойлайды да. Ол ислам деген ол образ жизни, ол үлкен нәрсе. Ол адамдарға мейірімді болу, адамдарға күлу, кешірімді болу, ұрламау, соқпау, біреуге қиянат келтірмеу, біреуді жамандамау, артынан сөйлемеу, сені жамандап жатса да, нетіп жатса да шыдамдылық болу, мейірімді болу. Өмірде болады ғой. Кездесіп қалған кезде мұсылман брат барсаң десең, кейін алдап бір емес бірнеше қанша рет болды, алдап кетіп жатады. Сонымен көңілің қалып, мұсылман болып солай алдауға бола ма? Бауыр деп, брат деп, мұсылман деп барған неміз осылай алдап кетіп жатады. Сондықтан әрқашанда мұсылман дұрыс түзелуге тырысу керек. Өйткені шет жақтан қарап бізге адамдар айтып жатса, значит біздің минусымыз бар. Значит бізге әрқашанда түзу ұстау керек өзімізді. Ол бір. Екіншіден сол жаңағы Ринатқа жаман сөз айтып жатқан кісілер осындай деп, олар сол 30 жыл бойы осы Қазақстанды тонаған, ұрлаған, қылмыс деген, бәленбай миллиондап шығарған кісілердің жанында жүріп, солардың орысша айтқан кезде көтіне кіріп, осы сол кезде айтатын болса, соларға неғып айтпайды. Жігіттер, исламда ұрлауға болмайды. Ұрлап, тонап, адамға қиянат келтіріп, біреудің бизнесін тартып алып, шетелге ақша шығарған дұрыс емес деп 30 жыл бойы неғып соны айтпай, енді осы Ринат жалғыз өзі халық үшін, ел үшін қырылып жүрген кезде
аяқ астынан герой болып шыға келді. Сондықтан мен Ренат бауырымызды қолдаймын. Мұсылман бауырларыма айтатыным, әрқашанда түзу болыңдар. Өйткені әрбір мұсылманға қарап, исламға келейін деп жүрген, ислам туралы қызығып, оқып біліп жүрген адамдар, сендерге причина бар, сендер причина болуларың мүмкін, олар исламнан кетіп қалуына. Сондықтан әрқашанда біз дұрыс болуға тырысуымыз керекпіз. Ты сам, хват, намаз читаешь, дейді. Алматы, брат, смотри. Мен 2010-нан бастап исламды изучать ете бастадым. Қолымнан келгенше намаз оқимын, жұма намазға барам. Одан кейін 8 жыл бойы христиан дінін изучать еттім. Одан кейін мынау Таиландта бір орыс дос балам, бір еврей, бір орыс қыз, украинка, сол жаңағы дін туралы әңгімелесіп отырып, ислам дінін қабылдаған. Енді мен оларға айтамын, христиан туралы айтам, ислам туралы айтам, бірақ мен өзімді бір мықты мұсылманмын, намазханмын деп айта алмаймын. Неге? Өйткені мен шамам келгенше тырысам, бірақ мен анда барып қоям, мында барып қоям, қонаққа барып қоям, бір жерде билеп қоям. Сол үшін мені қарап, маған қарап, адамдардың бәрі ислам туралы жаман ойламасын деп мен айтам, жоқ, қаяқтағы намазхан айту. Шамамыз келгенше Құдайды ұмытпауға тырысамыз. Аллаға сенеміз. Жекпе-жектің алдында Аллаға құлшылық етіп, аятул курсиді оқып, жекпе-жекке шығамыз. Ислам туралы біліміміз бар деп айтамды. Неге? Өйткені маған қарап, адамдар исламды жаман ойлап кетпесін деген ниетпен. Негізі енді күнә жасамайтын адам жоқ қой. Сондықтан солай. Қазақстан футболын мойында дейді. Енді Қазақстан футболын мен қалай мойындаймын, жігіттер? Егер міне бір жарты сағат бұрын ғана рейтинг шықты. Қазақстан әлем бойынша 100-ші орында тұр екен да. Қазақстан әлем бойынша 100-ші орында тұр. Даже Мавритания деген ел бар. Содан да төмен тұрды. Одан кейін енді кеше өздеріңіз білесіздер, бауырымыз Ризабек әлем чемпионы болды. Чемпион мира, историяда бірінші чемпион мира болған үшін $15,000 берсе, біздің қай-қайдағы бір жаман футболисттер айына $45-50,000 алады да. Қалай сол кезде? Әлем чемпионы болып, историяны жасаған адам $15,000 алу керек та, результаты жоқ. Мир бойынша номер 1 чемпион мира, номер 1 мирда тұрған адам $15,000 алу керек. 100-ші орында тұрған футболшы $50,000 алу керек. Қалай сол кезде? Спортта 100-ші орын алсаң, саған ақша төлемеу керек. Спортта 1-ші, 2-ші, 3-ші орын алған адамға ақша төлеу керек. Ол халықтың ақшасы. Егер бір бизнесмен беріп жатса, немесе бір спонсорлар беріп жатса, бір айдаладан бір адамдардан алып жатса, ол қатысымыз жоқ еді, мен даже айтпайтын ем. Білген болған істесін деп. Ол халық деген қазір 60,000, 80,000, 100,000 алып әрең күн көріп жатқан халықтың 10%-ын налог төлетеді. Сол налог төлетті, сол жаңағы бір болмайтын бір жындыларға төлегеннен кейін сенің ол футболда мен вообще қатысым жоқ. Халықтың ақшасына жаным ашып жатыр да. Ол 100,000, 80,000, 8,000, 10,000 сол футболистерге налогқа төлеп футболистерге кеткенше, одан да бір полезный нәрсеге кетсін да. Ол баласына тамақ алып берсін, киімін алып берсін, оқуына төлесін деген сияқты, сүтін алсын, майын алсын, бір айға жететін. Енді футбол, теннис, хоккейға сонша ақша кетіп жатыр. Сондықтан енді оны министр, бір мықты министр келу керек та, жүрегі бар, адамдардан қорықпайтын, жаңағы политика жүрген адамдардан қорықпайтын, өз-өзіне ответственность алатын, жүрегінде оты бар, елдің қамын ойлайтын сондай бір министр керек та. Министр келіп, бәрін бүткіл бұрыннан келатқан документтарын бәрін ақтарып, бәрін өзгертетін жерін өзгертіп, қосатын жерін қозғартып, сондай бір адам керек та. Сондай бір мықты жігіт жетіспей жатыр да министерствоға. Сондай адам келсе, футболға қатысы жоқ емес. Футбол сол халықтың ақшасын алып жатыр. Халықтың ақшасынан футболға жылына $200-300 миллион бөлінеді. Енді білмесең біліп жүр. Дидар, енді UFC-ді күтіп жатырмыз, сол 1-2 жыл көреміз енді. 1-2
1-2 жыл сол UFC-ге амал жасап көреміз. Сол себептен өмір бойы ана стероид, допинг қабылдамай өз күшімізбен келе жатырмыз ғой. 1-2 жыл UFC болмаса, сол допингқа той боламыз да, сол осы СНГ бойынша организацияларды төңкереміз ғой бұйырса. Сколько вам лет, дейді? Ну, посчитай, брат, 89 год. 34 будет. Алейкум ассалам, Өскемен.